Құрметті қазақ елі, мен Әсия Ерғалиқызы. Нұржан Сұрша ұлы бауырымыздан эстафетаны қабыл алдым. Қазақ тілі күнімен 9 сәуір барша қазақтарды құттықтаймын. Ана тіліміз өркендеп өсе берсін, құшағын жая берсін. Атамыз қазақ өте қысқада нұсқа сөйлеп, ұрпақтарына тәрбиені берген. Тарихы тереңде біздің тіліміздің. Сондықтан барлық қазақтарыма, жас ұрпақтарға айтатыным, аталарымыздың бір сөзі бар. Ата анасыз жетім, тұл жетім. Ана тілін білмейтіндер құл жетім дейді. Ешкімге құл болмайық. Өзіміздің анамызды, өзіміздің тілімізді дәріптейік. Ұрпақтан ұрпаққа жалғастыра берейік. Жалғаса берсін, өлмесін, өшпесін.